Достар, сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін обложкадан көріп келгендеріңіздей Аяның чемоданына обзор. Яғни бізде бүгін Ая Алматыға жолға шыққалы отыр. Конкурсқа барады биден. Сол биге дайындалған чемоданын сіздермен бірге бөлісіп, біз көрмекшіміз. Кеттік, обзор жасаймыз. Так, достар. Біз осындай кішкентай ғана чемоданы алдық. Өзіне ыңғайлы, бұлай егер ауыр жерлер болса, өзі айдап жүре береді деп, басқа ешқандай сумка алмаймыз. Бізде екі би билейді, Ая, екі биге билейтін костюмдары уже апайында. Оны апайы өзі алып барады, сол жерде сахнаға шығардан алдын өзі билейді. Ал біз тек өзінің керек жарақтары және бір сыпыра киімдері. Бізде негізі бұл биге Айзере мен Ая екеу бірге бару керек болған. Өкінішке орай міне бізде Айзере аяғын жарақаттап гипсте жатыр. Бара алмай қалды. Айтпесем бізде Айзере сол биді бастайтын топ басшы еді. Сол үшін Ая бір өзі бара жатыр. Енді Аяға сәттілік тілейміз. Қасында құрбысы бар. Сен уайымдамай, қорықпай, бір өзің жалғыз өзің барып келе бер дедік. Біздің отбасымызда енді Ая жалауын желбіретіп, өзі бірінші рет Алматыға конкурсқа бармақшы. Кеттік. Давай. Не бар? Өзі дайындады, достар. Дұрыс па, анашым алған заттарым, қараңшы деп маған айтып жатыр. Мен видеоны қоса қойдым. Не бар екен деп. Ананы ал, мынаны ал деп айтып отырдым. Негізі ақтарып жатыр ғой шешабаға. Қайсы беттен бастайық? Мына беттен бастайық. Енді жолға осындай жеңіл-желпі заттар алдық. Біз негізі жолға ақша жинаған апайлары, негізі жолға тамақты апайлары алып береді. Бізде осындай сырный чипсы, сыр. Мына жаққа бірдеңелерді тығып атқан бұл. Нан алып бердім. Енді жанында нан жүрсе, ол жақсы. Сондықтан жесең, жерсің, жемесең, өзіңмен бірге барып келер деп, енді жол жүріп бара жатқан кейін жанына бір нан сал жерінен өзің. Сосын нандайчика бар. Нан ішінде. Ол еще бір-екі шоколадын жеп қойды ғой жаңа. Альбенина шоколадтар ет-кетпесін деп, жүрек айнымасын деп құрт алып алдық. Мынандай тәттілер. Мынандай Бруно ма не? Бруноны осыны жақсы көреді бұл. Осы Брунодан салып бердім. Бұл енді жолда ішіп піспас үшін қосымша тағамдар ғой. Негізі апайы тамақ береді. Алматыға барғанда да арнайы кафеге барып тамақтанады бұлар. Банан. Екі банан алды. Екі йогурт. Йогурт. Анан ішінде қасық салған мен айтпақшы. Кішкентай қасық бар, сол йогурт жейтін болсаң, сонымен жейтін жарай ма? Кішкентай қасық болу керек? Жоқ па? Онда қазір бір кішкентай қасық алып жарай ма? Тағы не бар? Косметика. Ой, достар, мен мынаны алмай-ақ қой. Боска сумкаңда орын алып тұр. Сен бәрібірде ол жақта бұл қажет болмайды десем, жоқ, мен осыны алам деп алып алды. Не бар ішінде? Өзінің косметикаларын, өзіне керек жарақтарын алып алды. Әкеле ғой. Енді жолда керек болып қалар деп ыстық түсіретін, мұрын бітіп қалғанда мұрынды ашатын және ауруды басатын дәрі салып жібердім. Өзің егер мазаң қашып жатса, Құдай сақтасын, әрине, бірақ мазаң қашып жатса, осы дәрілерді апайыңның нұсқаулығымен қолданасың деп. Мынау мынандай өте күшті керемет зат негізі. Қақпағын ашшы. Шаштың балапан шаштар бар ғой, соны жинап тұрады. Бұлай ашасын, бүйтіп басқа. Бұлай жақсаң, прям жинап, жинақ қылып тұрады. Бұл биге қатысатын қыздарға жақсы. Бұлар бір биде шашын жаяды, бір биде шаштарын түйеді. Сол түйген кезде жалбырап атқан шаштарын жинап тұрады. Мынандай қыстырғыш алып апты. Ой, бұл қаншайым тушап апты көзін бояйтындай. Айна тарақ алып алған. Мынандай невидимка. Тоналка алып апсың ғой, қызым? Тоналка, помада алып алған. Мынау тоже помада, е? Қандай еді? Ол тоже помада, резиналар түрлі. Мынандай помада.
Ал мынау блесток бетіне, иә? Көз бояйтын тені бар. Мойыншақтар, қысқасы осындай өзінің жеке заттарына. Дәрі-дәрмекті де осының ішіне салып қой, жарай ма? Давай енді бұны жаба ғой. Жабылмай қалды ма не? Болды әкел. Ол жабылды, ол толық жабылмайды, осындай болып қалған. Мам, былай салып. Ал, давай жап. Сен жаба бер, мен мына жағын таныстыра берейін, жарай ма? Енді бір газбен бір газсыз су алдық. Максиджайдың малинасын алдық. Және 0,5 фант алдық. Және без газа обычный су алдық. Я? Без газа обычный су алдық. Осы үшеу меніңше барғанына жетеді. Қайтарда енді өзінің қалтасына азынаулақ ақша салып жіберем. Соған өз қайтарда алады. Бару қайтуын бәріне су алып алса, сумкасы ауыр болып кетеді. Енді жолда іш піспас үшін. Осындай ақша шығатын кукуруз, бірақ ода ақша шығып ішін көрсетті. Ішінден ақша шығатын кукуруз. Көреміз енді. Тук, печенье. Кирешки. Және қол сүртетін влажный салфетка. Саған бір кішкентай кішігіл майлық па, сүлік ма бірдеңе салу керек, естен шықпасын. Енді мына жерде біз көп киім алмадық, өйткені бұлар көп жүрмейді. Конкурстан кейін қаланы қыдырады, кафеге барып тамақтанады, кейін қайтан обратно автобусқа отырып бері қарай жолға шығады, Шымкентке қарай. 2 футболка алдық. Біреу сакуранка, біреуі обычный, без ничего футболка, я. 2 футболка алдық. Оның астына шорты алдық, мынандай джинсы шорты. И тағы бір автобуста жатқанда киеді, мынаны ыңғайлы, матасы да ыңғайлы, салқын. Ал мына джинсы шортыйды қалада қыдырғанда киеді деп алдық. Апайлары көп киім алмаңыздар деді. Және бір қалың спортивка үстіне. Мына кроссовкеңді алмақ қоя саламыз, ау, е? Негізі бізге апайлары айтқан, Алматыда күн өзгеріп, жаңбыр жауып бір пәсте, жаңбыр жауып қалса, аяқтарына кроссовке ала қойыңыздар, артық деген. Біз негізі аяғына өзі сандалиген киеді. Енді біз ойлап отырмыз, кроссовкенің қажет жоқ, босқа оны жүк қылмай қояқ деп. Және бір қалың шал бар, енді таңертеңгі уақытта түседі. Бұлар автобустан қалада жүрген кезде бір трюко алдық, жаурап қалмас үшін. Болды, жалпы осы жаңағы 2 биге билет, ол костюмдары билетін апайында. Енді қазір сағат 6-ларға таман барып, қала аралық үлкен автобусқа отырады. Бұлар кәдімгідей жататын жай бар, кроваты бар, жатып барады. Соған мен өзім шығарып саламын. Оны да бірге көреміз. Бізбен бірге болыңыздар видеоның соңына дейін. Я? Жоқ, пока емес, қазір мен сен шығарып салам ғой автобусқа. Біз шықтық. Қазір қалалық автобуспен би үйірмесіне барамыз. Сол жерден бір автобус, қала аралық үлкен автобус аяларды алып кетеді. Мына қыз әпшесін шығарып салып жатыр. Өзім. Қайда кетіп қалдың? Құлайсың? Өзіміз әпшесін шығарып салып жатыр. Жүгірмеңдер. Аяғын шешіп кір. Ая. Болсын дегенді жатқызайықшы дегеніміз ғой. Өте салайыншы мына қызыма. Азима. Сіз не? Ана қызыма бірдеңе берейінші. Ая. Орын таптың ба? Ал міне Ая мынандай автобусқа мінді. Ал давай Ая, жолың болсын қызым. И жан, пока давай. Неқа інжу жатады деп, неқа сумканы қойып қой. Мақна мінді қарап отыр сумкаңа. Інжудің орнына. Жарай ма? Інжудің орны. Жақсы. Подружкасын не отырып бірге олышшы. Мамасы мен бабасы жүрсе? Біреузі. Жоқ, бір өздерінің қыздарының бәрін үстіге жатады. Чемоданның астыға салдым багажға. Ой, бір түсіп алайын. Қасқай тұрш. Автобусқа кіріп шығу бір ақырет екен ғой.
Оп, бисмилля. Давай. Ки аяғыңа. Достар, автобус келді. Мынандай үлкен автобус, багажы бар. Ая уже автобусқа мініп кетті. Бізді мінгізбейді екен. Кіріп, ақ жол тілеп, ішіне қайттым. Қазір енді жүріп кеткенін күтіп тұрмыз. Тек ата-аналар тұрмыз. Қыздардың барлығы кіріп кетті. Достар, қысқасы Ая екі би билеп шықты үлкен сахнада. Біріншісі осындай жабайы адамдардың биі. Негізі бұл биде анау ортасында бас киім киіп тұрған Айзере болу керек еді. Енді Айзеренің аяғы ауырып қалғандықтан бара алмай қалды, өкінішке орай. Екінші билері осындай тәп-тәтті кішкентай аралардың биін билеп шықты ғой. Екі би де маған қатты ұнады. Екі биіне де достар, сенесіздер ме, Суб Вип Гран-при ұтып алды ғой. Биден кейін олар Алматының саябағында осылай қыдырған, неше түрлі аттракциондарға мінген. Енді Алматы қатты ұнаған сияқты. Сөзбен айтып жеткізе алмай отыр ғой. Өкінішке орай Айзере екеуміз Аяның жанына бара алмадық. Апайының жанында жүрді. Мынандай фонтандарға барыпты. Енді Алматының біраз жерлерін аралаған. Сөйтіп кешкі уақытта автобустарына мініп, қайттан кері Шымкентке қайтты. Таңғы 4:30-да біз Аяны күтіп алдық. Достар, Аялар келді Алматыдан. Таңғы 4:30 күтіп алып жатырмыз. Ая әлі түспеді. Ұйықтап жатыр екен қыздардың барлығы. Біртіндеп түсіп жатыр. Күтіп тұрмыз. Қыздар шаршаған, қыдырған, билеген. Бірден түсіп жатыр. Соны күтіп тұрмыз. Қазір Ая қашан шығады екен. Қарап тұрмын. Мұратхан аяқ бар ма? Я. Балауса түсті ма, балауса? Ая келе жатыр. Шашы жайылып, жалбырап кетіпті. Ұйықтағанға бұл ұйқығас қыз. Енді ең соңынан түсті. Ая. Ей, жаным. Ұйқығас қызым. Әке, сумкаңды маған бер. Жан. Шашың жалбырап кетті, шашың бұлмадың ба? Ойбай. Тәпен киіп ал. Кейін қадай бересің, просто бұлай кие сал. Пакетін ғаняға қойып кете сал. Ая. Қалайсың қызым? Күтті болсын, жеймісің? Жүркетті киімдеріңді алайық. Мына жақтан.